Бұл ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қазагроинновация акционерлік қоғамы бастамасымен ашылған еліміздегі 10-шы орталық. Саладағы тың жаңалықтар мен жаңаша технологияларды оқытатын орталық 3 жүйе бойынша жұмыс істейді. Биыл елімізде агроөнеркәсіп кешенінің 2000-нан астам маманын оқыту көзделуде. Білім орталықтарындағы жұмыстың құралы бірінші оқыту семинарлары. Ол оқыту семинарлар 3 түрде өтеді. Теориялық, ол сабақ беру, практикалық, оны көрсету және демонстрациялық. Ендігі бір бағыты ол кеңес беру. Кеңес берген кезде кеңестің де 2 түрі бар. Мысалы, шаруашылыққа тікелей біздің консультанттар дейміз, или кеңесшілер, солар барып өз білімдерін жаңа шаруашылық басшыларына көрсетіп, үйретіп, тікелей сол шаруашылыққа барып жұмыс істеу. Сыр маржанын өсіріп, 4 түліктің бабын тапқан сыр аграрийлер үшін бұл орталықтың берері мол болмақ. Біздің ауыл шаруашылық қызметкерлері мен ғалымдар үшін ерекше жасалып жатқан, мемлекеттің қамқорлығының арқасында жасалып жатқан үлкен орталық, соған мен жұмысына табыс тілеймін. Орталықтың алғашқы дәрісі күріш өсірудің жаңа технологияларына арналды. Оқуға 25 күрішші қатысты. 5 күн ішінде олар сыр маржанын өсірудің жаңа әдіс-тәсілдерімен танысып, тың мағлұматқа қанықпақ. Саладағы жаңашылдықты олар өз шаруашылықтарында жүзеге асыратын болады. Биылғы жылы 250-300 маманды қайта даярлауға жоспарлап отырмыз. Осыған қаржы, басқа мәселелері шешілген, қарастырылған, және де тек қана жергілікті мамандар емес, сонымен қатар бұл орталықта шетелдік мамандарды да шақыру, өзіміздің отандық белгілі ғалымдарды шақыртып оқыту да өз әсерін тигізеді деп біз ойлаймыз. Сала мамандары білім тарату Қазақстан агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялар мен жаңа технологиялардың негізі тақырыбында республикалық семинарға қатысып, ортақ мәселелерді ортаға салды. Елбасымыз биылғы жолдауында ауыл шаруашылығы саласын жан-жақты дамытып, жаңа технологияларды енгізуді басым бағыттардың бірі ретінде атап өтті. Орталық осы талап үдесінен шығу мақсатында ашылды. Гүлжан Омарова, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы. У аграриев области теперь есть все условия для совершенствования своих знаний и освоения новейших технологий. В Кызылорде на базе Института РИС открыт Центр распространения и передачи знаний. К этому событию был приурочен республиканский семинар совещания «Распространение знаний. Путь инновационного развития агропромышленного комплекса страны». Это уже по стране 10-й центр по передаче новых знаний и агротехнологий. В ближайшей перспективе аналогичные центры будут работать во всех регионах. Цель – повышение образовательного уровня аграриев, содействие изучению и внедрению новых агротехнологий. В этом году планируется обучить в центрах более 2000 человек. По словам специалистов, учебные программы и планы центров ориентированы на реальные потребности аграрного сектора. В качестве консультантов, тренеров и лекторов задействован потенциал ведущих ученых казахстанских НИИ, вузов, руководителей крупных хозяйств. Планируется активно привлекать зарубежных специалистов. Первый цикл лекций был по рисосеянию. В течение 5 дней 25 рисоводов будут знакомиться с новыми технологиями в этой сфере. В программе центра курсы по кормопроизводству, водосберегающим технологиям, овощебахчеводству, животноводству. Основное направление деятельности ЦРЗ Кызылорда – это распространение новых знаний, технологий в области сельского хозяйства, особенно учитывающие особенности Кызылординской области, так как Кызылординская область находится в сложном экологическом положении. Повсеместно наблюдается снижение плодородия почв. В этих условиях организация сельского хозяйства, естественно, есть определенные трудности. В этом смысле решает кадры много хозяйства.